Кайырлы күн. Жалпы қазіргі таңда мектеп қабырғаларында өзекті мәселелердің бірі бұл оқушыларды функционалдық сауаттылыққа бағыттау. Жалпы функционалдық сауаттылық деген ұғымды таратып айтар болсақ, адамдардың жеке тұлғаның әлеуметтік, мәдени, саяси және экономикалық қызметтеріне белсене араласу және өмір бойы білім алуына ықпал ететін базалық факторлар. Яғни бүгінгі жаһандану дәуірінде заман ағымына қарай ілесіп отыру. Функционалдық сауаттылыққа оқу, жазу сауаттылығын және жаратылыстану ғылыми сауаттылығын, математикалық сауаттылықты, отбасылық өмір мәселелерінің сауаттылығы, денсаулық мәселесінің сауаттылығы, заң сауаттылығы осылардың қарастырылады. Жоғарыда айтылған сауаттылықтың сапалы дамуының мақсаттары: білім алуда қажеттілікті күнде сабақта қолданып отыру, сапалы оқыту, оқытудың озық технологияларын тиімді пайдалану жолдарын меңгеру. Үшіншіден, зияткер, рухани, адами тұрғыда дамыған әлемдегі әлеуметтік өмірге бейімделіп отыру. Жалпы сөзімді түйіндей кететін болсам, баланы таңғалдыруды ұмытпа, даналыққа ұмтылу таңғалудан басталады. Көрсеткіш өздігіне нәтиже бермейді. Оған жететін жолды іздестіру мұғалімнің қолында. Ендеше мен ары қарай өзімнің оқушылармен бірге жұмыс жасаған әдіс тәсілдерімді сіздерге ұсынамын. Оқушылар, қазір мына жерде біз мамандықтарды анықтайтын боламыз. Арманның мамандығы кім екен? Иә, Аяру. Арманның мамандығы аспазшы. Оның жауабы 6003. 6003. Жақсы. Келесі оқушының мамандығын таңдайық, кәне. Бізге Болаттың мамандығы. Кім Айсылу айта қойған? Болаттың мамандығы полицей. Оның жауабы 99. Ал оқушылар бізде сәйкестендіру тапсырмасы. Олай болса қараймыз. Мұнда 70-пен 9-ды көбейткенде нешеге тең? Аялым айта қояды. Жауабы 630. 630. Бізде 630 қандай екен? 40 пен 8-ді көбейтсек нешеге тең болады? Ильяс? 320 дейді. Тамаша. Баста. 21, 35, 63, 14, 28, 56, 7, 42, 42, 63, 70, 56, 35, 14, 49, 28, 35, 7, 49, 21, 56, 7, 35, 28, 63, 21, 42, 14, 35, 70, 28, 42, 56, 63, 7, 49, 63, 70, 56, 35, 14, 49, 28, 35, 42, 21, 56, 35, 70, 14, 63, 28, 7, 21, 5, 9, 2, 6, 7, 1, 8, 10, 3, 5, 7, 2, 6, 7, 3,